Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін оңай әрі тез дайындалатын бисквит тортын дайындаймыз. Бізге керек нәрселер: 300 грамм ұнымызды електен өткіземіз. Оның үстіне 1 шай қасық қосқыш қосамыз. 2 ас қасық какао қосамыз. Оны да електен өткіземіз. Електен өткізіп араластырамыз. Енді бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқа қосамыз. Оны жақсылап миксерлейміз. Үстіне 1 шай кесе қант қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Үстіне 3 ас қасық сұйық май қосамыз. 1 шай кесе айран қосамыз. Оны да жақсылап миксерлейміз. Үстіне ұнымызды қосамыз. Ұнымыздың барлығын құйып, үстіне 100 грамм қайнаған су қосамыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын. Табамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне құямыз. 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. 150 грамм сары майымызға 200 грамм вареный сгущенка қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын. Пирогымыз да дайын болды. Осылай үстін кесіп аламыз. Үстін кесіп алып, блендерға саламыз. Тортымызға кремін жағамыз. Кремін жағып болып, өз қаламызша осылай әрлейміз. Тортымыз дайын. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Достар, мені қолдап лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.